Перифериялық яғни шеткілік бет салдануының қандай түрлері бар? Перифериялық бет салдануы яғни параличі әртүрлі себептермен бет бұлшықеттерін басқаратын бет жүйкесінің зақымдануы нәтижесінде пайда болады. Бұл аурудың бірнеше түрі бар. Олардың әрқайсысы белгілі бір себеппен байланысты. Ең жиі кездесетін перифериялық бет салдануының түрлері төмендегідей. Бірі идиопатиялық бет салдануы яғни белсал ауруы. Бұл бет жүйкесінің салдануында ең жиі кездесетін түрі. Ауру көбіне суық тиюден, жоғарғы тыныс жолдарының жедел қабынуынан кейін пайда болады. Көбінесе кенеттен пайда болып, кейбір науқас таңертең оянғанда бір беті қисайып қозғалта алмай қалғанын байқайды. Екінші, вирустық инфекциялар. Вирустық себептердің ішіндегі ең жиі кездесетіні Рамсей-Хан синдромы. Бұл ауру желшешек вирусының инфекциясынан туындайды. Вирус бет жүйкесінің түйінін зақымдайды. Бұл жағдайда беттің салдануымен қатар құлақ айналасында бөртпе қатты ауырсыну, есту немесе тепе-теңдік бұзылыстары байқалуы мүмкін. Үшінші, жарақаттар. Бет жүйкесі жарақаттан кейін зақымдалуы мүмкін. Бұл көбіне көлік апатынан кейінгі шеке сүйегінің сынуы, босану кезіндегі қолданған қысқыштың нәрестені зақымдауы, ортаңғы құлаққа немесе шықшыт безіне жасалған операция кезінде туындаған кездейсоқ жарақаттаулар шеткілік бет салдануына алып келуі мүмкін. Төртінші, қабыну және жұқпалы аурулар. Бет жүйкесінің қабынуына себеп болатын инфекциялық аурулар қатарына мыналар жатады. Ортаңғы құлақтың жедел отиті, мастодит яғни самай сүйегінің артындағы өсіндінің қабынуы, қауіпті сыртқы құлақ отиті. Бұл ауру қант диабетімен қатты ауыратындарда жиі кездеседі. Лайма ауруы яғни клещевий боррелиоз кене арқылы берілетін жұқпалы ауру жүйке жүйесін зақымдайды. Бесінші, ісіктер. Бет жүйкесінің миелин қабықшасының ісіктері, шықшыт безінің қатерлі ісіктері, балалардағы кейбір қан аурулары мысалы лейкоз ауруы. Алтыншы, басқа сирек кездесетін себептер. Улану, генетикалық жүйке аурулары, дәнекер тіндерінің аурулары мысалы жүйелі қызыл жегі, васкулиттерде бет параличінің сирек бірақ мүмкін себептері қатарында. Перифериялық бет салдануы көптеген факторлармен байланысты болып келеді. Соның ішінде идиопатиялық түрі, яғни белсал ауруы ең жиі кездесетін түрі. Түрлі дереккөздер бет салдануының бұл түрі жалпы санның 70-80%-ын құрайтынын көрсетеді. Одан кейін жиі кездесетін перифериялық беттің салдану ауруына Рамсей-Хан синдромы тұр. Емі мен болжамы идиопатиялық беттің салдануына қарағанда тез әрі жеңіл болмауы мүмкін.